Мәңгі ұлы бір Құдай, мәңгі қасиетті жаратушы, мәңгі қымбат домалақ ғалам. Ең биік күш жарық аспан, қабыл ал көр әр ойымды, әр ісімді, әр сөзімді. Жүрегімнің тазалығын, жанымның жарығын, әр сен кезінде, әр сен уақытында. Тәубә, шүкір, рахмет. Аумин. Не айтайын деп едім? Айжан, енді ақырғы қыз, көрдің бе Айжан? Және мен сені жүрегімен салыстырдым анаммен, анам маған жүрек берді. Бұлай болса да екеміз бірге болсақ та, мен бұлай басқа жаққа кет қалсам да, Астанаға, соң Астанадан Қостанайға өз жеріме семен қосылмасақ та, қалай болса да мен ұтылмаймын. Және мен мұғалім емеспін. Құдай бірлік, домалақ ғалам. Құдай бірлік, домалақ ғалам. Мен орта, Құдай қандай, соны мен лақтырдым. Енді сен қалай сиынасың білмеймін. Кім қалай сиынады білмеймін. Құдаймен әр түрлі, әр сөзбен сиынып болады, сиынуға Құдайға. Дін мен етесің бе, өз дәстүрімен сөйлейсің бе, өз тілімен сөйлейсің ба, қалай сиынсан да Құдайға. Құдаймен сөйлесу керек, болды. Құдай көмек береді. Және Құдайдың көмегімен өзіңді сақтап қаласың. Құдай арқылы емес, Құдайдың көмегімен. Ешкімнің мойнында қай жаққа бара алмайды. Өзің адам керемет боласың. Адам керемет ол личность. Бұл енді мен тілім. Сонда енді бәріміз адам баласымыз. Құдай жаратқан бәріміз адам баласымыз. Кім қандай адам баласы? Кім болса да бәрі адам баласы. Адам керемет енді. Кім қандай адам керемет? Кім қандай азамат? Бәріміз бір жарықтан, Құдайдың жарығынан жаратылғанбыз. Әрбір жанның өз сөзі бар. Тарақанның да сөзі бар. Қолыңыз ба, тарақан ба, қалай қазақша? Және мен мұғалім емеспін. Мен сен Құдай, мен сен басына, сен тек қана білмеймін. Мен бұны жазып қойдым, міне ұялы сөйлескішке өз сурет жазуымды. Бұл менің сөзім. Өз сөзімде тұрған бұл менің атым. Құдайдық, аттық. Бұл менің Бейбітхан деген атым. Аумин. Мәңгі жарық болашағым. Аумин.